Пайғалан сәлем болсын, аса қадірменді қазағым, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Экспо 2017 жайлы айтпақпын. Бұл шараның айналысында не болып жатқанынан бәріңізде хабардарсыздар, алайда жалпақ тілмен түйіндеп қорытындылап өтуімді сұрапты. Ресми түрде 2013 жылдан биылға дейін 565 миллиард теңге жұмсалған жайлы мәлімденді. Бірақ көрме нысандарын көрмеден кейінгі пайдалану жөніндегі шараларға 33,8 миллиард бөлінген жайлы үндеме өтті. Сонымен 565 миллиардқа 33,8 миллиардты қосайық, 598,8 миллиард шықты. 598 миллиард 800 миллионды елестете алмай отқандарға бұл дегеніміз жақсы бір үй салуға басынан аяғына дейін шамамен 16 миллион теңге жұмсасақ 37,425 үй салуға болады. Әр отбасыда кемінде 4 адамнан десек 149,700 адамды баспаналы ететін қаржы екен. Бұл ең кемі. Зейнетақы қорынан Экспо аясында жаңа меган салуына 15 миллиард теңге жұмсалды. Бассыздық емес пе зейнеткерлердің ақысын сауда үйін салуға жұмсау деген? Назарбаевтың өзі Экспоға басшы етіп тағайындаған Ермегияев мен адамдарды қағып өлтірсе де әлі тайраңдап жүрген Мақсат Үсеновтің әкесі және жандағылар Экспоға бөлінген қаржыдан 10 миллиардтан аса ақша ұрлағандарын біз білеміз. Бізге әлі айтпағандары қаншама. Шетелдіктердің алдындағы имидж яки танымалдық пен жақсы ат үшін биыл Эксподан бөлек Алматыда қыста универсиада өтті. Оған 109 миллиард теңгеден аса кетті. 30 мың кісі келеді деп күтілді, алайда 2 мың адам келді. Нурик, 2 мың адам келді 109 миллиард теңгені құртқаныңда. Экспоға келгендер саны миллионнан асты деп мәлімденіп жатыр. Алайда әр адам 4-5 рет кіріп шықса, әр кіргенде жаңа адам деп есептеледі. Оның үстіне кімдер қалай мәжбүрленіп бар жатқанын бәріміз де білеміз. Біз өзіміз үшін нақты шешім қабылдау керекпіз. Бізге осындай концерттер, көрмелер, шетелдіктердің мақтағаны керек пе, әлде біліксіз дәрігерлер балаңды емдей алмаса, халықтан тыйындап, көз жасыңды төгіп, жалынып жүрмей, өз қалтаң көтермесе, мемлекеттің ақысынан емдейтіндей жағдай керек пе? Қайталаймын, биліктің иесі халық. Назарбаевты біз 2020 жылға дейін сайлап билік бердік. 100 мектеп, 100 аурухана, жолдар, үйлер, тағы басқа салам деген жобаларына сеніп. Алайда биліктің тізгінін бергеніміз оның ойына келген жасатқызып отыру деген сөз емес. Қазақтың жері бір әулетке ғана тиесілі емес. Қазақтың жері және астындағысы мен үстіндегісі жалпы қазақтың меншігі. Балық басынан шіриді, ақиқатты мен айтам, алайда жалғыздың үні шықпас деді. Сондықтан бір заңнамалары немесе жобалары ұнамай жатса айтыңыздар, үндемей отпаңыздар. Үндемеген келіскендіктің белгісі. Болашақ бағдарламасы, болашақ энергиясы деп қиялдамай қазіргі сәтте өмір сүру керек. Біз жас мемлекет емеспіз, біз тозығы жеткен мемлекетпіз. Біздегідей жер асты байлығы болмаса да, біз сияқты тіпті газға зар болып, көмір жағы буланбай басқа елдер көптен бері жердің қуатымен, мөлдір судың күшімен, күннің сәулесінен энергия алып отыр. Шындық, ақиқатты іште жасырудың қажеті жоқ. Ел боламыз десек, өз-өзімізді алдауды қою керекпіз. Ұмытсаңыздар, естеріңізге салайын. Мемлекетті мемлекет етіп отырған сізбен біз. Баршаңызға Алланың сәлем болсын. Саналы болыңыздар. Назарбаев патша да хан да емес. Биліктің иесі халық. Ассаламу алейкум.